Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жылдам дайындалатын чесночный хлеб дайындаймыз. Ең алдымен осындай багет нанын дайын нанды алып, арасы 1 см шамасында осылай кесіп шықтым. Енді бөлме температурасындағы сары майға сарымсақ қосамыз. Үстінен туралған көк шөбімізді себеміз. Енді ірімшігімізді майда үкіштен өткізіп саламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Енді нанымыздың арасына біртіндеп жағып шығамыз. Салманы салған кезде багетіміз бөлініп қалмау үшін тураған кезде соңына дейін тілмеуіміз қажет. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Әлі де талай рецепттермен бөлісемін. Мінекей дайын болды. Енді фольгаға орап, қызып тұрған пешімізге пісіреміз. Мінекей дайын болды. Сорпамен жасасаңыз өте керемет болады. Рецепт ұнады деген сенімдемін. Каналыма тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар.